Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы әсіп дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Мен әсіпті дайындауға қойдың өкпесін, жүрегін, бүйрегін, сәл құйрық майын, және 2 дана пияз, сәбіз, сарымсақ, болгар бұрышы және де жылқының етін қосатын боламын. Ең бірінші қойдың өкпесін осылай ет тартқыштан өтетіндей етіп кесіп, ішіндегі мына артық түтікшелерін алып тастаймыз. Қойдың жүрегінде дәл солай майда бөліктерге бөліп турап шықтым. Сәл бауыр қостым. Май қоспасақ әсібіміз құрғақ болып шығады, сондықтан ерекше дәм беру үшін сәл қойдың құйрығынан қостым. Және де мен осы әсіпке жылқының етін қосамын. Әркім өз қалауынша қойдың етін, сиырдың етін қосса болады. Мінекей біздің әсіп жасайтын барлық ингредиенттеріміз осы. Күрішті мен сәл шикі қылып қайнатып алдым. Және де қойдың бүйеншегін тұзды суға салып, тазалап жудым. Енді барлығын кезекпен ет тартқыштан өткіземіз. Дәміне қарай тұз қосамыз, қызыл бұрыш қосамыз, және де қара бұрышынан қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Қосқан көкөністеріміз ерекше түс беріп тұрады. Енді осы массамызбен бүйеншегімізді толтырамыз. Ол үшін мен осы оңай әдісті қолданғым келеді. Бізге тек 5 литрлік баклажка қажет болады. Оны кесіп, қақпағын ортасынан кесіп, ішіне шекті кіргізіп, қақпағын қайта бұрасақ болғаны. Және де осылай фаршты салғанда тез жасалады, және де сыртқа шашырамайды да таза болады. Барлықтарыңызға осылай жасауға кеңес беремін. Мінекей осылай шегіміз тез толды. Енді шетін жіппен осылай байлаймыз. Фаршпен ішін толтырғанда біздің әсібіміз осылай бос болуы қажет. Менің массамнан осындай 2 дана әсіп шықты. Мен қатты нығыздап салмадым, өйткені қайнатқанда жарылып кетуі мүмкін. Жасаған әсібімізді пісіру үшін бізге мұздай суға қайнатқан дұрыс. Мінекей біздің әсібіміз қайнап бастады. Енді мен көбігін алмастан бұрын әсіпті бірнеше жерінен тесіп аламын. Өйткені ішіндегі ауалары шығып, жарылып кетпеуі қажет. Ал егерде сүзгішіміз абайсызда қатты тиіп кетсе, жарылып кетуі мүмкін. Мінекей осылай ішіндегі ауалары шығады. Енді жаймен ғана осылай көбігін алып, дәміне қарай тұз қосып, лавр жапырағын қосып, 1-1,5 сағат қайнатып аламыз. Мінекей біздің жасаған әсібіміз дайын болды. Дәмі өте керемет. Барлықтарыңызға ыстықтай жеуге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.